Ассалаумалейкум жігіттер. Бүгінгі видео мынау менен көп сұрақ қояды. TikTok'та негізгі парақшам, мен TikTok парақшам ғой, содан осы YouTube'қа келдім мен. TikTok'та білесіздер ғой, енді оған уақыт аз береді, видеолар сыймайды, сол себепті осы YouTube форматта осындай видео түсіруге шешім қабылдадым. Солға көп қояды сұрақ. Мынау мен TikTok парақшам, осыған тіркеліп кетсеңіздер, мен соған күнделікті болып жатқан видеоларды қызықма, мен не болды, мына машина не болды, не қойды, соның бәрін салып отырмын. Осы TikTokқа тіркеліп кетіңіздер. Сол жерде көп жігіттер сұрақ қояды, бұл машинаға жұмыс бар ма, бірінші, одан грузды қайдан алып жатсын. Одан кейін енді бірінші очередь машина қалай деп сұрайды да. Енді ол жайлы видео түсірдім, обзор бар, көрмесеңіздер мына видеоның соңында шығады, содан көрсеңіздер болады. Сол сұрақтарға бүгін жауап ретінде осындай видео түсіріп отырмын. Ең бірінші, бұл машинаға жұмыс бар ма деген сұрақ. Менде рефрижератор, арты холодильник. Ондай сұрақ қоятын жігіттер, новичок жігіттер, или алғысы келіп жүрген жігіттер, алайын деп жүрген, жаңадан алған жігіттер болады ғой, жұмыс таппай сөйтіп жүрген жігіттер, солар көп сұрақ қояды осындай сұрақ. Ал анадай опытный жігіттер, опыты бар жігіттер, олар уже алып жұмысын істеп дальше кете береді. Вот сондай новичок жігіттерге арналып осы видео шығарып жатырмын. Жұмыс бар ма деген сұраққа бірінші бұда өзім енді алғаннан кейін зерттеп сөйттім. Бұның бәрін 3 жолы бар. Біріншісі жолы ол фирмаға жұмыс істейсіз. Осындай мысалы машина алдыңыз, фирмаларға барып іздеп сөйлесіп, келісіп, бағасын сөйтіп соларға жұмыс істеуге болады. Олар саған аймай айлық беріп отырады. Енді Шымкент қаласында 500-600 мың теңге береді. Одан жоғарысын мен көрген жоқпын. Енді бонустар болуы мүмкін, плюс-минус 100 мыңға дейін бонус беруі мүмкін. Енді ол жағын точно білмеймін, мен жұмыс істеген жоқпын. Бұл машинаны алғанда мен 1 ай фирмаға жұмыс істедім ең бірінші. Кондитерскийге кірдім, енді о жақта ауыр ештеңке салмайды ғой. Асып кетсе 100 килограмм таратып шығасың магазиндерге, болды. Вот солай мен точкасына келістім. Мысалы точкасына осындай теңге бересіздер, осынша мың, мен тасып беремін. Сөйтіп олар келісті. Сөйтіп 1 ай соларға жұмыс істедім. Енді жұмыс істеуге болады. Егер сіздердің кредитіңіз жоқ болса. Мен енді өтірік алдамын, мына машинаны мен айына 350 мың теңге кредит төлеймін. Ол ақшалары, маған берген ақшалары 400 мың мен 500 мыңның арасында шықты. Бірақ ол маған тура келмеді, шынымды айтқанда. Сосын одан кейін мен олардан шығып кеттім. 1 ай, ровно 1 ай істедім. Күнделікті таратып келем. 10 точкеге болса, 10 точкеге таратып келсем, 10 точкенің ақшасын таратып берем. Бірақ бір несі обедке дейін етті жұмысын. Мен солай айттым оларға, мен обедке дейін таратам, болды. 10 точке ма, 10 точке, 20 ма, 20 таратам. Солай күнделікті алып отырдым. Вот солай істесеңіздер болады. Енді бұның бір плюсы, сізге стабильно келіп тұрады ақша, айлық ретінде, айлық. Маған ұнамайтын минусы, мен өзіме сіздерге білмеймін, күнде тұруың керек. Өкіметтің жұмысы сияқты 6 күн жұмыс уақыты, 6 күн шығасың, барасың, кешке қайтасың, жұмыс кәдімгі жұмыс ретінде. Ондай маған ұнамады. Одан кейін екінші жолы ол өз-өзіңізге жұмыс істейсіз да. Мысалы сіз, менде рефрижератор, қазір көктем уақыты, жем-жидек пісіп жатыр. Мысалы 2 миллион теңгені салып барасыз, сатып аласыз. Мысалы Барыс базарынан бар, или Сарыағаштан бар, клубника аласыз. 2 миллионға сатып аласыз да, Астанаға барасыз, Қарағанды бар, оның аржағында Петропавл, Павлодар, өздеріңіз қай жерге барыңыз келіп, апарасыздар да базарға кіріп сатасыздар. Оның бір плюсы, сіз фирма берген, 1 айда берген ақшаны 5-6 күнде тауып келесіз да, одан да көп табасыздар. Саудаңыз жақсы жүріп кетсе, бір аптада сатып келсеңіз, мысалы алған 1 миллионға алған товарыңызды сатып келсеңіз, үстінен тағы 1 миллион көруге болады. Вот бір плюсы сол. Енді ондай ақша қайдан келіп жатқан батпан құйрық, ондай жерде обязательно риск, саған 1 миллион деп ешкім бермейді, оның үлкен риск ол. Сонша өзіңіздің ақшаңызға алғаннан кейін ол сата аласыз ба, сата алмайсыз ба, енді өзіңізге байланысты. Сата алмай қалуыңыз да мүмкін, кейде арзан беріп жіберуі да мүмкін, бұзылып кетуі мүмкін. Мысалы клубника алып бара жатқан клубникаңыз бұзылып кетуі да мүмкін, кейде нашарын салып жібереді. Ондай үлкен риск бар. Бірақ ақшасы, енді риск бар жерде ақшасы да жақсы болады. Егер нормально сатып сөйтіп кетсеңіз,
айына 1 миллион үстіне тағы 1 миллион көруге болады бір аптаның үстінде. Сөйтіп жатыңыз үйіңізде демалып. Сондай бар. Мен осы жолды таңдадым. Енді қазір енді пісіп бастап отыр, жеміс жидек, клубникалар шығып отыр, бірақ бағасы әлі қымбат. Ондай қымбат бағаға апарып сата алмайсың деп ойлаймын енді өзім. Мысалы, енді күтіп отырмын сәл баға түссін. Барлығы піскен кезде баға түседі. Енді қазір бірінші пісіріп алғандар, олар бағаны барлық жерде белгілі нәрсе бағаны жоғары қылып сатады. Енді барлығы конкуренция көбейгеннен кейін баға құлайды, сол кезде апарып сатуға болады. Астана, Алматы көп қой қала. Солтүстік жаққа да апарып сатуға болады. Вот солай. Енді үшінші жолы жүкті қай жерден алып жатсың деген сұрақтарға жауап. Жүкті мен ең бірінші индрайверден іздеймін. Ашасыздар. Енді қалай тіркеу керек, не істеу керек, оның бәрін айтпай ақ қояйын, оның бәрі белгілі шығар. Өздеріңіз тіркеп алып алған машиналарыңызды сөйтіп жұмыс істеуге болады. Бір айтатыны, мынау JAC менде X6 болса, оны JAC N56 деп тіркейсіздер. Индрайверде N35 қой, енді Қытайда X6 деп шығады. Біздің Қазақстанға бұл JAC N35 болып жиналады. Тура осы айырмашылық жоқ. Сол себепті ол N56 деп тіркеу. Мен солай тіркеп алдым. Сондай бір нюансы бар да, айтып кететіндей. Осы индрайверді ашасыздар, ішін қарайсыздар. Осы жерден шығат заказдар, шығат неге, рефрижераторға. Бұдан мен осы декабрь айында Шымкенттен Атырауға жүк алғанмын. Краска, эмульсия, обой бір үйге үш жерден галерея деген магазиннен хабарласып, осы индрайверден алдым, апарып бердім. Ақшасы бәрі ақша ғой, қаншаға алдың, қаншаға қойдың деген. Бұлайша айтқанда, Атырауға барып келген расходымнан бөлек фирмалардың бір айда беретін ақшасы таза өзіме қалды. Вот сондай ақшаға мен барып келдім Атырауға. Осы индрайверден іздейсіздер. Одан кейін индрайверден бөлек енді барлықтарыңызға белгілі ең Яндекс приложениесі, программасы. Мен бұны үйде отырғанда бұл қосылып тұрады менде. Күніне бір заказ шығады енді Шымкентте. Мен бұны кірісіп істемеймін. Негізі бұны кірісіп істеп жатқан жігіттер бар, енді күніне 50-60 мың тауып жатыр деп естіп жатырмын. Бірақ олар 3-4 аккаунт ашып алған. Яндекске тіркелмеген папаңыз болсын, соларды тіркеп, солар 3-4 телефонмен жұмыс істеп жүргендер. Бірақ оны қазір уже біліп Яндекс оларды блокқа тығып жатыр деп естідім енді сол. Бірақ менде өзім енді Яндексті қосып қоямын осылайынан. Яндексті қосып қойып, индрайверді қарап отырамын. Яндекстен кезде барып апарып тастап келем, күнделікті әйтеуір жүріп тұруыңа, расходыңа, су-пу деген сияқты расходқа бұл. Бұдан маған бір заказ түсті Яндекстен осы күз айында. Мебель сататын магазинге бардым. Сол жерден мебель апардым, қаланың ішінде доставка істедім. Сол кезде номерімді беріп кеттім мен оларға. Егер тағы да керек болып жатса, мынау номерім, маған тікелей өзіме звондаңыз, апарып беріп. Одан кейін олар маған 3-4 рет звондады. 3-4 рет сол доставкасын апарып беріп бердім. Одан кейін өздері машина тапты ма, или тағы бірдеңке болды ма, содан кейін хабарласпай қойды. Сосын бұда көбінесе фирмалар шақырады доставкаға. Сол кезде номерлеріңізді обязательно беріп кетіңіздер, жігіттер. Номерім керек болып жатса, хабарласасыздар деп бере беріңдер, визитка шығарып алыңдар, беріп кете беріңдер, бардыңдар ма, беріп кете беріңдер. Онда тұрған ештеңке жоқ. Мысалы, 100 адамға беріп кетсеңіз, соның бір жоқ дегенде 5-6-ы обязательно хабарласады. Жоқ, дым жоқ деген кезде, әйтеуір біреу болмаса, біреу звондайды сізге. Сол себепті визитка шығарып қойыңыздар. Бардыңдар ма, визитканы беріп кетіңдер, бере беріңдер. Алдарыңнан ол шығады. Осы Яндекс арқылы жүк алуға болады. Одан кейін мынандай программа бар. ati.su деген программа. Бұғанда регистрация істейсіздер, машиналарыңыздың данныйларын енгізесіздер. Кузов, ширина, высота бәрін енгізіп, болғаннан кейін мынандай осындай окошко ашылады. Мына жерде қалаңызды таңдайсыз. Шымкент, Алматы, Қызылорда деген сияқты өзіңіздің қалаңызды таңдайсыз. Мына жерде радиус деген жерге 100 дейсіздер. Мысалы, Шымкент қаласынан 100 километр радиустағы жүктерді іздеп беріп тұрады. Міне радиус таңдағаннан кейін мына жерде вес до 3 тонн дейсіздер. Мен енді 3 тоннаға дейінгі жүктерді іздеймін да.
мына объем, тип кузова дегендерге оларға түртпей қойсаңыздар болады. Найти деген басқаннан кейін мынандай список шығады. Бұда енді жүк көп емес, бұна көбінесе Россия, шет ел мемлекеттерге шығады, бірақ одан шығады. Бұдан мен бір заказ алғанмын Алматыдан Шымкент қаласына февраль айында 170 000 теңгеге гүл алғанмын. Гүлдің салмағы жеңіл болады, 1 тонна примерно, плюс-минус 1 тонна. И объемы 8 или 9 куб маған как раз сыйды, соны алып кеп тастағам. Расходыма бір грубо айтқанда 30 000 теңге расходым кетті. Платный дорога бар, бензин бар, суым бар, семечкің бар дегенде, содан таза 30 000 кетті. 30 000-ға да жеткен жоқ. Таза 140 000 өзімен қалды. Осыдан алсаңыздар болады. ati.su деген программа. Одан кейін келесі программа жүк алатын Trullo деген программа. Оны өзіміздің осы қазақ жігіттер ойлап тапқан. TikTok-тан көріп қалдым. Логист жігіт. Осындай программа істеп шығарып жатырмыз. Қазір тіркелген водительдерге тегін тіркеліп алсаңыздар болады. Содан кейін мен тіркеліп алдым, бірақ бұда әлі жүк ондай көп емес. Шығады жүктер, 5 тонналық, 10 тонналық машиналарға шығып жатыр жүктер. Бұл программа әлі шикі толығымен істеп бітпеген. Қазір ашылмай тұр, қазірдің өзінде ашылмай тұр. Бірақ мен тіркеліп осыдан қойғанмын. Енді болашақта керек болып қалар деген оймен бұған тіркелдім да. Бірақ әлі бұда жүк ондай шығып жатқан жоқ менің машинама. Осыда как вариант ретінде осыған тіркеліп қойсаңыздар болады. Енді арасында қарап тұруға да болады. Үйде отырғанда бір қарап шығам мен өзім. Келесі программа ол мынандай Fafa деген сайт бар. Google-ға кіресіздер, Fafa десеңіз шығады найти груз в Шымкенте деп. Мен Fafa Шымкент деп іздегенмін. Fafa Қызылорда, Fafa Алматы, қай қаладан болсаңыз сөйтіп іздесеңіздер болады. Осыған кіресіздер. Кіргеннен кейін мынандай страница ашылады. Фильтрді басасыздар. Мына жерде мынандай показать поиск деген жерге бассаңыздар, Шымкент басасыздар да өздеріңіздің қалаңызды таңдайсыздар. Содан кейін мына жерде неше тоннаға дейінгі жүк. Мен 3 тоннаға дейінгі жүктерді іздеймін. Сосын кубатура, кузовыңыз қандай, рефрижератор ма, тент па, соны таңдайсыздар. Енді бұны таңдамай қойған дұрыс. Любая да тұра берсін. Сосын мына жерде бұда да мынандай километр бар. 100-ге қойсаңыз, Шымкент қаласында радиусында 100 километр жердегі жүктерді тауып беріп отырады. И искать груз деген кезде бұдан шығады. Бұдан мен жүктің бір 60-70% осы Fafaдан аламын. Шымкент, Уральск, Павлодар, кондитерские изделия дейтін сөйлесуге болады. Мынау 70 000 деп жаза береді, оны хабарласып, сөйлесіп, сөйтіп келісуге болады. Шымкент, Ақтөбе, режим плюс 2, 4 палет, 2 тонна жүк. Осымен сөйлесуге болады. ИП Red Logistics деген компания, или мыналар логист. Бұда енді көбінесе логистер отырады. Мынау логист. ИП Red Logistics қойған. И ИП L Trade деген логистер осы. Мына екеуі бір адамның жүгі, логистер бір несі осындай бір жүгі алады да бәрі тізіп шығады. Менде бір қызық жағдай болған. Алматыда жүрген кезде бір логист хабарласады. Аға, осындай Алматыдан Ақтауға жүк бар. Барасыз ба дейді. 2 тоннадай. Сонымен давай барам деймін. Бағасын ашып отырсам 150 000 теңге дейді. Сөйтем да, қарындас, сен логистсің. Алматыға жерде, Ақтауға жерде, расстояниесін білет шығарсыз, расход қалай ойлайсыз 150 000 теңгеге десем, мен көріп отырмын ол жүкті. Мынада бәрі сол жүкті шығарып жатыр да, Fafa деген сайттан 200 000, 250 000 беріп жатыр. Ол тұрады 150 000-ға шығарады. 150 000 берем деп маған хабарласып тұр. Мен ренжімеңіз қарындас, мен оның бәрін көріп отырмын, 250 000 теңгеге тұр сенің жүгің. Сондай ситуациялар болады. Екі ортада логистер ақша істеп отыр ғой. 250 000-ға дейін шығарған. Ол құдай біледі, ана жақтан 400 000-мен келісті ма, или 300 000-мен келісті ма. Өзін шетінен алып қалып, 150 000 алып қалып, мысалы 150 000 маған беріп отыр да, мен апаруым керек. Сондайлар болады. Шымкент, Ақтөбе, Реф или Изотерм, Акарачка, замороженный, осыдан алсаңыздар болады. Бұны алғанда, мысалы Шымкент, Ақтөбе, Реф, Акарачка, замороженный басасыздар.
мына жерде WhatsApp жагат. WhatsAppпен басып сөйлесіп кетуге де болады, и мына номерге прямой звондасаңыздар болады. Мына жерде Della деген сайт бар. Della ол енді бірақ платный да, оны білмеймін қанша айына төлейсің деп айтып жатыр жігіттер. Della KZ деген сайт, Della грузоперевозкаға кіресіздер. Мына жерде менде аккаунт жоқ, бұған тіркелмеген. Бұны тіркеліп көрсеңіздер болады. Қалай жұмыс істеу керек, оны мен шынымды айтсам білмедім. Бірақ осы Della деген сайт Fafaдан кейінгі екінші орында тұрған жүк бойынша сондай сайтта, бірақ ол платный, тіркелу үшін платный ақша төлеу керек. Оны мен кірген де жоқпын, регистрациясы істеген жоқпын. Егер қызық болса, осыны кіріп көрсеңіздер болады. Бүгінгі жігіттер осы видео. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, сөйтіп кетіңіздер. Арнаға тіркеліңіздер. Осындай жүк жайлы, осындай грузоперевозки, логистика қызық болса, осы арнаға тіркеліп, сөйтіп кетсеңіздер болады. Қолдап, комментарий жазып, лайк басып дегендей. Бұдан басқа тағы да жаңағындай опытный жігіттер болады. Тағы осындай жүк алатын сайт или программа болса, комментарийға жазып кетсеңіздер, мен сол көріп, тағы да бір барлықтарын жинақтап, жүйелеп, тағы да бір келесіде бір видео шығаратын боламын. Бүгінге осы ал жігіттер, амандықта.